Армысыз қазақ елі, баршаңызға Алланың сәлем болсын. Өмірде мен туралы өмірге үш адам айтып кеткен екен. Қазақ хандығында Орақ батыр, қазір ол кісінің мен шырақшысы болып есептелем. Андасында басын тазалап кетем, ол кісі менің алдымда жатыр. Орақты батырды Ілияс Есенберлиден оқып тауып алсаңыздар болады. Қазақ хандығын Керей мен Жәнібектің хан болуын негізін қалаған сол кісі. Ал одан кейін өзімнің әкем мен өмірге келіп өлер кезде айтқан, ал енді мен өмірге келмей тұрып мен өмірге келетінімді айтқан Райбек Бақсы, нағашы атамыз. Менің әкем бес ағайындының кенжесінің баласы қызы болғанда алдында екі қыз қайтыс болған, әкесі соғыстан келмей қалған. Сол кезде Райбек Бақсы, ұмытпасам 58 жыл ма или 68 жыл ма шешем айтқандарында, сол кезде біздің ауылда бір Шайтан көпір деген жер бар, сол жерге малшы отырғызады, бірақ ол жерге отырмайды. Күнде жындар келіп адамды талдырып кетеді деген. Содан кейін ол кезде атеизм заманы, бұл не деген сұмдық деп райондан емес облыстан тексеру келеді. Сөйтіп сол күні түнде облыстан келген комиссия көрейік қандай жын екен деп көреді. Бірақ түнде жын келіп қазақ үйді айналдырып ойына зікір салған кезде облыстан келген кісі тілін жұтып қойып талып қалады. Енді ертеңде күндіз папраш етеді, ойнап мынаны енді орнына келтіруді. Сонда атамыз Райбек Бақсы 2 сағат ойнаған кезде шілденің кезінде далаға қар түсіріп жіберген екен. Сөйтіп біздің сол жылы тар еккен екен, тары үсіп кетеді, бірақ списанияға кеткенменен қайтадан тары қайта көктеп жақсы береді. Бірақ біздің атамызға сол кезден бастап қобыз ойнауға запрет жасайды. Ол кісі қобызбен ұшқан кісі. Атасы Бигелдіде ұшқан кісі. Сол кісілер 74 жылы менің үйіме алып кеп қобызын ілетті, айтады. Осы үйге бір бала келеді екен, сол бала ойнайды екен, осындай заман келеді. Сонда екінші қобызға жеткенше осы қобызды көтерер екен деп 74 жылы әкеп тастайды. Бірақ 75-те мен өмірге келем, Дауна деген диагнозбен туам. Бір жыл мені күнге шығармаған, күнге шығарса талып қалады екен. Пипеткімен сүт беріп асыраған. 76 жылы шешем өзінің әкесіне Райбек Бақсыға апарып, мынаны не өлтір, не адам қыл дегенде, жоқ, бұл өлмейді, мен өлем. Сәл қалды шыда, мен өлесің, жақын қалды, екеуміз бір жанға таласып жатырық деген екен. Сөйтіп ол кісі қайтыс болғанда мен тұрып кеткем. Қобызы менің ес білгенімше үйімде тұрды. Кейін нағашы атамыздың үйінде тұрды. Нағашы әкеміздің, шешемнің ағасының үйінде. Енді бұның бәрі неге айтып отыр? Бұның бәрі осы заманда болатын оқиға, болатын кезде айтып кеткен. Осы заман келеді, осындай кезде балам қобыз ойнап жындарды тоқтатады, әлемді жын басады деп. Енді жын баспағанда несі қалды айтыңыздаршы? Еркекті әйел жасайтын приказ шығарып жатыр, иә? Және өткенде айттым ғой, ауа райы деген кезде. Енді Иранды, Венесуэланы, Американы, Россияны бәрін көріп жатсыздар, бірінші қаңтардан бастап қалай болып жатқан. Бізде де соған дайын тұр, көтеріліп кетуге. Бірақ Құдай көтеріліп берсін, және көтерілмеңдер де. Еш уақытта керек емес. Сабырмен, амалмен шығатын уақыт келді. Ал маған өзіме тапсырма берілді. Осы наурыз айына келгенде бүткіл әлем оразаның алдында қазаққа қарап тұрады. Ал енді қазақтар не істейсіңдер деп. Сол кезде құдіретті күшпен қазақ әлемге мәдениетін көрсетеді. Сондықтан біреуді кінәлаудың керегі жоқ, анау мынау деп. Өйткені қазір әлемде мылтықсыз майдан болып жатыр. Ұлы жібек жолы Қазақстанға талас. Соны жеңіп шығатын жер осы наурыз айы болады. Соған маған тапсырма берді. Қазақстанның түкпір-түкпірі бір бекеттен бастап әулиелердің барын аралап, оразаның басы басталғанша келесің, ораза кезінде атаңның басына барып жатасың, қобызды алып шығасың, ойнайды деп. Қобыз енді үйде тұрған қобыз ғой, қобыз сол кезде алынады, ойнайсың. Әлем өзі табиғи апаттан не істерін білмей жатқанда сол кезде қазақ бірігеді деді. Бұл маған бүгін берілген аян болғанмен, бірақ бұл заманында айтылып кеткен. Бұл Орақты батырдың заманында, Керей мен Жәнібектің заманында, кеше 18 ғасырда, 19 ғасырда бұл туралы айтылған. Енді 1975 жылы, 78 жылы әкем айтқан, 75 жылы Райбек Бақсы айтып кеткен. Күн жетті. Сондықтан мен енді ел аралауға кетем.
ара арасында барған әулиелердің басынан өмір тарихтарынан айтып отырармын, бірақ менде дайындық. Бірақ енді мынандай қыстың күні қырауда біреудің үйіне барып жатқаннан ыңғайсыз болар, аралап шығамын. Сапарыма көмек берем дегендеріңіз білесіздер, телефоным 77 362 2577. Мен сапарға кеттім, 2-3 күнде шығам. Бірақ бір бекеттен бастайсың деді. Ал енді қазаққа қонатын бақ қонып қойған, тек біріге берсек болды. Біз біріге алмай жатырық. Өйткені Керей мен Жәнібек атамыздың заманынан бастап күні бүгінге дейін қазақты сатуға жасалған үлкен ырымдар бар. Соның арқасында қазақ бірінің артын бірін шұқып жүр. Ал әлем біздің жерге жете алмай жатыр. Шұқығанды қояйық. Ал мен сапарлы жолға шықтым. Бар болыңыздар ағайын.